Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін үй жағдайында бар жоғы 10 минутта құрамында желатин жоқ, өте дәмді пайдалы мармелад дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге салқын 40 грамм су қажет болады. Осының үстіне магазиндерде, супермаркеттерде агар-агар сатылады, шамамен 200-250 теңге шамасында. Осыны 40 граммға полный қосамыз. Бұның ешқандай зияны жоқ, керісінше пайдасы бар. Екі қоспаны толықтай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міндетті түрде екі масса бір-бірімен толық араласуы керек. Шамамен 5 минут араластырсаңыздар жеткілікті. Отқа төзімді ыдысымызға осы қоспамызды толықтай қосып жібереміз. Жақсылап тұрып араластырып, оттың астын басып, шамамен біздің агар-агарымыз толықтай ерігенше 5 минут ұстаңыздар. Осылай өзінің формасын жинақтайды, және де кез келген сок түрін пайдалануға болады. Грацио болсын, дада болсын. Мен мысалы осы соктың шие түрін пайдаландым. Жақсылап тұрып араластырып, шамамен 5 минуттай оттың астын қосып, тағы да қайнағанша күтеміз. Қайнап бастады деген кезде оттың астын өшіріп, шамамен 5-10 минут суытып алыңыздар. Міндетті түрде сусын, себебі ыстықтай құйсаңыздар ауа болып қалуы мүмкін. Бір шетке аламыз, және мен осындай кекстің формасын қолдандым, және сізде бұндай форма болмаса, дәл осындай 4 бұрышты формада пайдалануға болады, немесе кесеге де салуға болады. Тек қана пленка төсеп қоюды ұмытпаңыздар, сонда сіздерде жабыспай алынатын болады. Осылай кекстің формасына толықтай құйып аламыз. Толтырып құйсаңыздар да болады, жартылай құйсаңыздар да болады, оны өздеріңіз білесіздер. Салқын жерге, яғни холодильникке кемінде 15 минутқа қойып қойсаңыздар, немесе 10 минутқа қойып қойсаңыздар, толықтай өзінің формасын осылай ұстап шығады. Қараңыздаршы, өзі дірілдеп тұрады, ауызда дәмі қалады. Міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер. Және осы видео сіздерге ұнаса, туысқандарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп, менің каналыма қолдау білдіріп, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.